Ал өте қымбатты біздің қандас газет арнасының тыңдармандары, және де көрермендері, біз сіздермен енді алғаш рет жүздесіп, өзіміздің жаңалығымызбен бөлісейік деп отырмыз. Біз енді жетісу өлкетанушылар орталық қоғамдық бірлестігінің қандас ақпарат агенттігінің қандас газет сайты енді осыған дейін ақпараттар таратумен, әсіресе Қазақстан оқырмандарына беймәлім болған төте жазудағы арғы беттегі, бергі беттегі ағайындардың еңбектерін насихаттауменен ақпараттық материалдар таратып келдік. Енді біз өзіміздің YouTube арнамызды іске қосу алдындамыз. Біздің негізгі мақсатымыз, енді ардан тартып айтсақ, біздің енді бала күнімізде біз енді ауылда ер жеттік. Сол ауылда кешке тірлікті жайғап тастағаннан кейін әр ауылдың өзінің бір үлкен ақсақалдары болатын. Олар сол ауылдың шетіндегі дөңнің немесе бір жотаның, немесе бір көкірек шалғынды жерде отырып, айналасын ауылдың балаларын жинап алып, өткен кеткен тарих туралы айтатын, ауылдың тыныс тіршілігін айтатын, адамгершілік пен моралды айтатын, үлкен мен кішінің қарым қатынасын айтатын, ер мен әйелдің, қыз бен жігіттің ортасындағы сыйластық туралы айтатын, отбасының береке бірлігі туралы айтушы еді. Қазіргі күнде де әрине ақпарат саласында түрлі арналар бар, түрлі ақпараттар таратады. Дегенмен де сол біздің бала күндеріміздегі ешқандай да бір саясатқа анша жуық емес, бірақ өмірге деген көргені бар, білгені мол адамдардың мол әңгімелер мен ақыр-пасыққа толы хикаяттарын жастарға үгіттеу жағы, насихаттау жағы әлі де кемшін түсіп отыр. Сондықтан біз өзіміздің арнамыз арқылы қазақша сұхбат деген бір жаңа айдар ашуды жөн көрдік. Ондағы мақсатымыз негізінен осы әрбір ауылдарды үйітіп отырған, сол ауылдың берекесін кіргізіп отырған, ынтымағын өрлетіп отырған ақсақалдарды, немесе алтын жүзді асыл кеуделі аналарымыздың насихаттарын, немесе солардың көкейіне түйген ұлан ғайыр білімдері мен ұлағаттарын таспалауды мақсат еттік. Біздің мұндағы мақсатымыз әрине бұдан бір өзіміздің беделін асыру үшін емес, немесе көрермендеріміздің қатарын кеңейтіп белгілі бір пайдаға кенелу үшін емес, сол ауылдағы ешқандай бір кез келген бір арнада көрсетілмейтін, немесе сахналарға көп шақырыла бермейтін ақсақалдар мен апаларымыздың асыл әңгімелерін таспалап қалдыру. Енді біз бүгін соның алғашқы эфирімізді жарыққа шығарғалы отырмыз. Баяғыда әкем марқұм айтушы еді, біреуге жамандық жасаймын десең, алдымен, немесе біреудің жанын жаралаймын десең, алдымен өздеріңе пышақ сұғып көр деп айтатын. Сондықтан біз ең алғашқы сұхбатымызды өзіміздің өмірімізден бастаған жөн көрдік. Осы жуырда біздің қандас газет сайтында Андас Омар ақын мен Қасеннің айтысы деген айтыс жарияланған болатын. Бұл айтыс негізінен 1974 жылы Қытай Халық Республикасының Құлжа деген қаласында Іле Қазақ автономиялы облысының құрылғанының 20 жылдығына өткен айтыс болатын. Сол айтыс жарияланғаннан кейін, бір айдан кейін бізді сол айтыстың тірі кейіпкері Қасен ақсақал сонау Қытай елінен арнайы іздеп келіп, бізге сұхбат беріп кетті. Біз осы сұхбатты жазып алып едік. Ендеше алдыменен сол сұхбатты тамашалаңыздар. Бұл 1974 жылы мынау Қытай Халық Республикасының Іле Қазақ автономиялы облысы, Қазақ облысының құрылғандығының 40 жылдығына орай Іле Қазақ автономиялы облысы Нұлық ауданы Мөңкіт жайлауында өткен айтыстан естелік алып отыр. Андас пен Қасеннің айтысы. Қасеннің айтысы деген атпен елге мәлім, бірақ енді Андас Омар ақын әзір оқырмандар көптеп біледі. Енді осы жақтағы оқырмандарды арғы беттегілерде. Ол кісі 2015 жылғы айтыс болды. Ал сол Андас пен Қасеннің айтысының кейіпкері болып отырған Қасен ағамыз міне бүгін осы ата жұртқа келіп, ел жұртпен бауыр туыстырым қауышып отыр екен. Осы бір орайлы сәтте біз осы сұхбатты жүргізуді қолға алдық. Енді жалпы біз Андас Омар ақынның мұраларын негізі жинақтағанбыз. Мынау енді әкемнің, мына кісіні танисыз ғой? Андас Омар ақын кісі осы. Енді біз осы Андас Омар ақынның осы 2022 жылы мынау тарих талғарында дода жылдар ізі деген 3 томдық еңбегін таңдамалы еңбектер жинағын шығарғанбыз. Соның бірге 2023 жылы осы жерде Жетісу облысы бойынша
мектеп оқушылар ортасында анда сомырақтың оқулар деген оқу өткізгенбіз. Мынау сол анда сомырақтың оқуларынан шыққан дүние. Ал енді былтырғы жылы енді осы әкемен анда сомырақтың мен ол андасы қажет. Осы кісімен болған өмірбаян негізінде әкемен бірге өткізген күндеріміз негізінде әкем екеуміз деген мына кітапты да шықтық. Ал енді осының ішінде бағана айттық, мынау Дода деген еңбекте Андас пен Қасеннің айтысы деген айтыс бар. Бұл айтыс негізінде Андас Омарақұлының архивтен қолжазбасы күйінде сақталған. Кезінде сіздер айтысқан кезде бұны әлгі лойын деп қоямыз ғой сол кезде. Магнитофонға тартылған. Сол тартылған нұсқа бойынша Андас Омарақұл оны қағазға түсірген. Осы қағаз нұсқасы. Мен осы қағаз нұсқасы бойынша енді әзірге бейімдеп осы нені айтысты мына кітапқа бергенмін. Енді сіз енді әкемді Андас Омарақұлды қашаннан бері танушы едіңіз? Біз сол 74-ші жылы әрқайсы аудандарда мына Іле Қазақ облысынан құрылған 20 жылдық мерейтойына ақындар шақырғанда сонда келдік. Андаспен сонда таныстым мен. Ол кезде сіз қанша жастасыз? Сол кезде енді осы 20-ның ішіндеміз ғой. Ол кезде 30 жас. 25-26 мезгілі екен деймін енді 74-ші жылы. Биыл міне Алла бұйырса 78-ден 79-ға аттаймыз. Ол кезде енді Андастың жалындап тұрған жас кезі. Біздің де сондай дәуіріміз. Бірақ ол кезде сен қаншадасың деп жас сұраспадық. Шығып қарайласпыз. Ал енді кейін мына Іле Қазақ облысының үш аймақ айтысы мына Күнес ауданының Ағазөн жайлауында болды. Соның қай жылдар екенін менің есімнен көтеріліп қапты. Сонда Андаспен бірге жіктім. Көне әріптесім. Бірақ Андасты менің іздестірдім тәуір. Күнес аудандық мәдениет мекемесінде істепті. Біз ең алғаш сол Андаспен танысқанда бір Дадүйдің ол кезде, Дадүй дейміз ғой, соның бір бұғалтыры болады. Қызыл жұлдыз. Қызыл жұлдыздың мүшесінің бір Дадүйдің бұғалтыры. Сонымен міне одан бері мен санасам 51 жыл болыпты. Мен Андасты 21 жыл іздедім. Екінші осы 21 жылы. Мұны іздеудегі себебім біздің Нылқыдағы қарт көне айтыс ақындарының бір басын қосып, осындай бір мереке өткізді. Сол кезде сол айтыстарыңды бұрынғы өткен жинақтаңдар деді. Одан кейінгі айтысымыз біздің мына мәдениет мекемесінен сақталып іздеп таба алмадық. Сонда Андас екеуміздің айтысымызды сол кезде жақсы бағалап, Іле Қазақ облысының бір бастығы. Ой, сендер жақсы айтысыңдар. Мынаны өздерің қажет қылсаңдар көшіріп алыңдар деді ғой. Онда әлгі бір лойын сияқты бір демеге. Магнитофон. Ансет екен. Соны әкеп берді. Екеуміз қатар отырып ара-арақта уақыт шығарып. Екеуміз екі нұсқа көшіріп алғанбыз. Мына жаңа кітаптағы жазуың сол. Содан мен одан айырылыппын ғой. Содан 21-ші жылы мына Күнесте бір қызым бар еді, содан сұрау салып, Андас қайда екен десем, Андас Қазақстанға өтіп кетіпті. Сол жерде қайтыс болып кетіпті деді. Ой, деген, онда іздеу қиын болды ғой деп қойғанбыз. Енді осы биыл 1-ші айда біздің бір топ бастығымыз Төлеген деген адам бар еді. Төлеген Досмырзын. Сонда сол адам, ой, сен Андаспен айтысқан болсаң, Андастың бір баласы қажет деген. Талдықорғанда Жетісу теле арнасының мағауын бастығы екен. Осы әкесі туралы бірнеше кітап шығарыпты. Бірнеше айтыс шығарыпты. Бәлкім солардан шығып қалар ма екен ізде деді. Соң ғой мақұл деп іздеймін деп. Телефон нөмірін жазып берді, ресіміңді берді. Содан осы рет мына Көксуда бір қызым бар. Мына Дәлелжандардың келінен. Дәлелжанда біздің баламыз оқшаш бірге өскен бала. Содан сол осы айдың 22-сі күні келдім осы жерге. Келіп таңертеңінде шай ішіп отырғандай балам. Осындай Талдықорғанда осындай бір адам бар екен, бар ма десем, ой, танимын. Немене қажет. Білем, араласып тұрамыз дейді. Ондай болса, бұдан бұрын сендермен бүйтіп байланыс жасамады. Деп сол айтыс қажет болып, соны іздеп келдік қой қарағым. Дұрыс айтысыңыз таптыңыз. Енді бұл жерде Нылқаудан іздеп жатса, бұл әкемнің енді Нылқауданда Қасенімен айтысы бар, Дәулетбекпен айтысы бар. Дәулетбекпен айтысы. Айшаның қайда екенін білмеймін, айтысы бар.
Әбдішкірмен айтысы бар, текестік қой деймін. Әбдішкүр текестің ақыры. Науатқанмен айтысы бар, Тұрсын Баратбаймен? Науатқан. А, Тұрсын Ажымен айтысы дейді, Жұмағалимен айтысы. Жұмағалида қай жетті? Жұмағали? Жұмағали. Ол Тарбағат айтты. Иә, тоғры. Әлғыдырмен айтысы, Әлғыдыр. Әлғыдыр бұрын Құлжаудандікі болатын, кейін Нылқыға барған, тоғры. Күләнмен айтысы бар, Күләнді білмеймін. Науатқан Шантыбай қызымен деген сияқты бір топ айтыстар бар. Бұның бәрін сол кісі әкем кезінде жазып кеткен ғой, қолжазбаларын жазып. Олдан қарамай қойыңыз, сосын артынан қараймыз. Енді сол 74-ші жылды еске алыңыз. Айтыс қалай болды, ол айтыста кімдер келді, айтыс қалай өтті, андаспен айтысыңыз қалай болды, сол еске алып бер естеліктер. Сол сөйлеп бер дейсің ғой. Сөйлеп беріңіз соның барысын, иә. Қай жерде болды? 74-ші жылы біз Айранбақта жаттық, келдік жан-жақтан. Құлжада болды ғой айтыс. Құлжада болды. Нылқыдан 7 ақын келдік. Иә. Күнес ауданынан да 6-7 ақын кепті. Күнес ауданынан Дәулетхан Қоралас деген келді. Иә. Тілеуғабыл Абылғазы деген адам келді. Иә. Марат Тікілмінде Чындәулет деген жігіт келді. Осы Андас келді. Тағы бір Мұхаммед Қазы дейді ме бір адам. Шықым 6-7 адам келді Күнестен сонда. Мен бірінші ретті, ең бірінші алғашқы айтыста Күнес аудандық Шындәулет дегендермен айтыстырды. Сонан кейін ол айтыс біткеннен кейін қайтадан сұрыптап шешуші майданда Андаспен айтыстырды. Сонда сол рет 2 адаммен айтыстым мен. Сонда біз Нылқыдан Әділбек деген адам келді. Әділбек Жорықбайұлы дейді. Жұмабек Медеуұлы келді. Икен деген бір әйел адам келді. Қанатбек Рақыш деген адам келді. Тұрсын Құсайын деген бір адам келді. Бізде 7-8 адам келдік. Енді Әлғыдыр деген адам сол кезде мына Құлжа ауданында Баратбай, Рахымжан, Әлғыдыр дегендер. Кейін біздің Нылқыға барды, енді Әлғыдырда мықты айтыскер ақын болды. Тоғызтұр ауданында келді бұл топ адам. Кәкен Ажықан деген, Уәлбай Мәткерім деген, мына Текестен деген, Алматай Шалтық деген, бәрі сол көне. Сол кезде қарт ақындар екен, соның бәрі. Сондағы ішіндегі ең жастауы мен біздің Нылқыдан барған Тұрсын деген жігіт, осы Андас, мына Күнес Нараттан келген Чындәулет деген жігіт. Осылар негізі сол 20-ның ішінде атсыздың астындағы азаматтарымыз. Сонда осы Ілінің құрылғандығының, Іле облысының құрылғандығының 20 жылдық мерейтойы. Кейін 9-шы айда қайта келдік. 9-шы айда ресми 20 жылдықты ұтты ғой. Ол кезде мені Андаспен айтыстырмады. Ол кезде Андас сол Әлғыдырмен айтысты, тағы біреулермен айтысты. Біздің мына 9 тараулық бір ақындар бар, Кәкен Ажықан деген. Осылармен айтысты біз. Ол айтыстарымыздың сол кезде енді әзір мәдениет мекемесінен табыла ма, табылмай ма? Енді оны қиындау ғой ол жақта. Енді содан қайтып барғаннан кейін мен 15-16 жыл айтыс сахнасына шықпадым. Әлі себептер болды. Сонан кейін бар 90 жылдан кейін қайта сахнаға бардық. 92 жылдан кейін бізден қартайдың деп сахнадан тоқтатып қойды ғой, жастарға орын бердік. Міне осы қарағым. Енді мынаны іздеудегі себебің не дейсің ғой? Біздің Нылқыда өстіп қарт ақындардың бұрынғы тарихи материалы мен айтыстарын іздеп жатыр. Бір кітап шығарамыз деп. Сонан кейін барып осыны іздеп мына айтыста өстіп келген жайым бар. Жоқ, дұрыс болыпты. Ол онда жақсы дүниені қолға алып жатыр екен. Енді әзір қарасаңыз, сіз қаншама адамның атын айттыңыз кезіндегі сол айтыс ақындарын. Кезіндегі сол айтыс, пәленбай айтыс ақындарын айттыңыз ғой енді. Оның көбі қазір ескерусіз қалған. Көбінің атын қазіргі ұрпақ білмейді ғой. Білемін, енді талайының атын білемін. Кейбіреуін ұмытып қалдық енді. Сіз ұмытып қалдық, біліп отырсыз, сіз білген жаңағы есімдердің көбі қартайып кеттік. Әзіргі жастар білмейді оны. Мысалы, мына Текестен Алматай Шалтық, Сүлеймен деген адам келді. Енді Алматай Шалтық, Дәулетхан Қоралас, ол кісілер бәрі бір дәуірдің айтыс ақындары. Дәулетбек қой біздің Нылқыныкі ғой. Дәулетбек ол кейінгі бұл, сіздердің қарайсыз. Әбдішкүр Тұрдыбек деген келді. Әбдішкүр. Жаңа Андаспен айтысыпты ғой. Бар, Сол Андаспенен сол Әбдішкүр Тұрдыбек бәлкім сол 74-ші жылы айтысқан болу керек ана.
күздігүнгі айтыста. Иә. Әбішкүл тұрды. Мына Шапшалдан Бурылхан деген адам келді. Иә, Бурылхан. Бурылхан атақты ақын. 20 жылдықты айтысыпты, иә міне. Сол сіздер айтысқа 20 жылдықты айтысыпты. 20 жылдық. Әбішкүл екеуі. 20 жылдық айтыс. Жазып кеткен. Осы. Енді бұл әкемнің еңбегінің ең ұлылығы не дегеніңізде, бұл кісі сол кезіндегі сол қолжазбалы, әкем сол қолжазбаларын бәрін реттеп бәрін сақтап кетті. Сол қолжазбалардың мына жерде бізде Жетісу облысының архиві деген бар. Облыстық архив бар. Мен сол архивтен Андас отбасының жеке қор деген қор ашқам. Мыналардың бәрі мынадағы. Осы дүниелер сол әкем қолжазбасының бәрін сол жерге сол архивте жатыр. Мынау сол архивтегі құжаттар бойынша реттелген дүниелер. Енді мына жерде әзір сізге мынау күнесте өткен ақындар айтысын суреттері. Мына 76 Нылқа ауданында Мөңкіт жайлауында да айтыс болған. Жерде бар ма? Мөңкітте? Бұл айтыста мен жоқпын. 74-тен кейін ben себептермен қатынаса алмадым деп отырмын ғой. Осындай тарихи суреттері де бар бізде мына кітапта. Енді не болатын болса осы кітаптан біреуін ала кетіңіз. Андастың сол 74 жылғы айтыста түскен бір ресімін таптық қой біз Нылқыда іздеп жүріп. Үш адам бірге түскен екен. Өздерінше естелік ретінде. Әзір бар менде сол. Онда соны қыздарға айтыңыз, маған жіберіп берсін. 74 жылғы келесі кітаптарына кіргіземін оларды. Іле Қазақ облысының сол тойында айтысқан. Мынау Уәлибек Ахметпен түскен суреттер. Мынау Дәулетхан Қорғас дегенсі мына. Енді бұл суреттер сақталған екен бізде. Сонымен бізде сол енді әкеміздің мұрасы енді ескерусіз қалмасын деп осыны жасадық. 3 томны қазір 5-6 томны шығардық. Содан қыздарыңыздан емдет. Егер сол айтыстарда табылмай жүрген болса, және Дәулетбекпен айтысы бар, Әлқыдырмен айтысы бар, Андаспен, сізбен айтысы бар. Ол мына кітапта жазылған, бұл да тарих. Осының бар осы кітапта бар. Бар, бәрі бар. Соның бәрін енгіздік. Енді және бір кітабын дайындап жатырмыз, енді ол өздеріңіз сияқты естеліктерін. Әлқыдырмен айтысы да табылмай жатыр. Әлқыдырдың әркіммен айтысқан айтыстары көп екен, соның кейбіреуі толық табылмай жатыр. Қайта мынау бар екен мына жерде Андаспен айтысқаны. Сол да жақсы болды. Сол әкемнің ұлылығы сол ғой. Оның мына ішінде көптеген дүние бар ол жақтың тарихында. Соның бәрін әзір енгізіп жатырмыз, осы жаққа таныстырып жатырмыз. Енді әкем де кейін кезде сол 77-тен былай 80 жыл ауылға түсіп кетті да, содан кейін шыға алмай қалды ғой. Бірақ кейін күрес аудан тарихи материалдарына келіп дағы, сол жерде үлкен еңбектер жасады енді. Сол еңбектер әзір бізге азық болып жатыр. Әлгі жақсы әке жаман ұлға 40 жыл азық болады деп, соны азық қылып, енді бұл сіздерге де азық болып жатыр енді расында. Енді мынаны жазып кетпеген болса, ол тарих жоғалып кетеді ғой. Оны айтып түсіндіре алмайсың ғой. Бүйтіп еді, былай еді деп. Енді мынау дұрыс дәлел. Енді мына жерде мынау тарих талғарында деген еңбегі, бұл еңбегінде де үлкен дүниелер жатыр. Арғы беттегі. Қысқасы арғы беттегі біздің іле қазақтарының барлық тарихи, мәдени, білім беру саласындағы тарихтардың осының ішінде бәрі сақталған. Мысалы, мына мектептер Күнес ауданындағы 35-20 жылдар аралығында ашылған мектептердің бүкіл тізімдерін жасап кеткен осы. Сол кездегі мұғалімдердің қалай болғанды, кімдер сабақ берді, кімдер неметен жаңа деген тарихтардың бәрі. Енді мына ішінде одан басқа да көптеген бұл кісі жинаған айтыстар бар, бұрынғы ел аузынан жинаған айтыстар, өзінің айтыстарынан бөлек. Мысалы бұл жерде бұл кісінің мына Қызаянадан тартып бері қарай, Қызаянаның өсиетінен Есенгелді бабаларымыз мынау. Сөнінге мына Қызайдан шыққан жерде Тастемір, Қарағай батыр, Сармық мырзалар, Байеке Сасан, Бұқаш болыстардың ақылия сөздері, Оразәл Жампей Сұлтұлы, Текебай Мүсірбай, Бұлғынаяқ әулиелер туралы олардың шешендік сөздері, Шеде Салқынбайұлының шешендік сөздері, мынау Жансарбай өзінің Ұлтарақұлы өзіміздің атамыз, атақ бақсы болған кісі ол кісі. Рәктен деген ол кісінің бүкіл бақсы сарындарын бәрін жинаған ғой кезінде. Мынау Жапсарбай Сасанұлы, ондай сөздеріміз бар енді. Мынау Шылбай Әлмақыннан, мынау Бүрінбай Қайрақбай қызы дейді, Есболдың Ақытпалары деген, Малай қыздың айтыстары, Бадыманың әзілдері деген. Бадыма деген өзінің мұңғыл досы. Атамның досы болған ғой. Солында нелерін жинаған әкем. Мынау Сүттібай Ақтанбердіұлының әзілдері. Айып бергенден өзіміздің әкеміз мынау енді. Мынау Сәкеннің Ақытпалары деген. Мынау Таңжарықтың елге жетпеген мұралары оны жинаған. Ана Таңжарықтың Шынтілек деген кітабы болған. Сол Шынтілек деген кітабын негізі әкем екеуміз жинағанбыз кезінде, Елсебетке мініп жүрген басаяқ шақпылап. Кейін баспаға жібетті, баспада бір басқа адамдардың атымен шығып кетті. Ол айланып келгенде өзіміз сол үш жетім біреу енді. Ол бір
өз алдына бір әңгіме етті. Өмір бойы әкем соған өкініп кетті. Өйткені соны қан тер жұмсап кітапты жинады, бірақ басқалардың атымен шығып кетті ғой. Мына оңдасын дегеннің қағытпалары, мына Майеке деген біздің де бұл бір әкеміз, бұның да қағытпалары мықты болған. Айт Қапсалаң, ол Айт Қапсалаң білесіз ғой, есіңіз бе? Мұқажан Әбілқайыр Асқарбек деген біздің Бұғытшысын да білесіз, Әбілқайыр Асқарбек. Бұғытшыда айт сақыны болған. Былтыр осы Әбекеңнің 2 томдық кітабын шығардым осы жерде. Мынау Вәлибек Ахметтің, мынау Бақарбек Қарабұраудан шығып кейін қайтыс. Мынау жақсылық пен жамандықтың айтысы, мыналар бәрі айтыстар. Мына әкем жинап кеткен айтыстар ғой. Бұл үлкен байлық, мынау білген адам. Мынау Сарбай мен Айбаланың айтысы. Мына Наурызбай мен Қанышайдың айтысы деген алдында осы жуырда мен сайтқа бердім. Мына Наурызбай, ана Кенесарының інісі Наурызбай. Осының бір айтысын күнестен жазып қалған. Кезінде осы жақтан қашып өткендер бар ғой, солар біреуінен. Кім еді? Бір әйел кісіден жазған осыны. Ол кісінің аты Қанышайым ғой деймін. Қанышайым деп мықты бір айтыскер ақын өткен. Содан жазып қалған мынау. Бұның бағасын әлі ешкім білмейді. Иә, Кенесарының інісі Наурызбай, қырғыз қызбен айтысы жай. Қанышайым деген қырғыздың қызы ғой. Сонымен жоқ, кезінде Қытайға 30 жыл қашып өткен бір кісі осы жақтан қашып өтіп, сол кісі сақтап қалған ғой. Сол кісі неме етіп қалған. Ана жаттап алып сөз ғой, кейін әкем бұл кісімен кездесіп, содан кейін 1-2 жылдан кейін ба сол кісі қайтыс болып кетті. Сол қайтыс болғанның алдында осы айтысты қағазға түсіріп алған ғой. Мынау Исаның қызбен айтысы, Мұхаммед Жүсіптің Сапар қызбен айтысы деген айтыстар. Сарбайдың Наурызбай мен Қанышайымның айтысы жаңа айтылды. Одаман мен Әйнек қыздың айтысы деген, Одаман деген мына неменен Суанның ақыны. Бұл ана кіммен Оразалы Жампеспен айтысқан Қызайлармен немене Кеген съезінде. Қызайлар мен албандар, суандар бір мәселеге жер дау, жесір дау ғой. Бітім болмай ең соңында біріп айтқан ғой. Онда ақындар айтысын, қай жеңсе сол жеңіс соныкі болсын деп. Сонымен бұлар Одаман деген ақын бұл 16 жыл қашып өткен мына Алаштың адам негізінде. Оның ұрпақтары осы жерде бар. Сонымен Одаман мен Жампес айтысады. Жампес Қызайлар ақыны? Ана неден Жарас. Сол Жампе, Оразалы Жампес. Оразалы ақын жеңеді оны. Одаман жеңеді. Мен кейін осы айтысты әкем жазып кеткен ғой. Бұны газетке бердім ғой. Сайтқа беріп едім. Бақберген деген бар осы жерде. Филармонияда істеген мықты әнші әзір. Иә, сол Бақбергеннің аталары екен. Бір күнде келіп Бақберген, ой мынау мен атам ғой, атам болса енді осылай енді. Біздің әкелеріміз енді. Малайдың Наурызбаймен айтысы, Малай мен Қыстаубайдың айтысы. Мынандай әкем жинап кеткен осы айтыстар да бар. Боти мен Бүрімханның айтысы деген. Енді айтайын деген не деген кезде осы дүниелер әзір бізге үлкен байлық болып отыр ғой. Бұның құнын әзір біреу түсініп отыр, түсінбей отыр. Енді осы нәрселердің ақиқат екенін сіз анықтап келіп отырсыз ғой, Алла тағала деген сізді жіберіп отыр енді бұған, Құдайға тәубе. Тура айтқаның қарағым ойымды. Сол мына қыздарын шақырып осы сізді мен аз болса да сұхбат жасап енді осы не. Иә. Өйткені сіз дәлелсіз ғой, көрдіңіз. Ал сол айтыста кім жеңді сонымен? Ол айтыста сіз жеңдіңіз ба, анда жеңді ма? Кім жеңілді жоқ? Жеңілу мен жеңіс болған жоқ па? Ой, онда жеңісті жеңу деген жоқ қой ол жерде. Белгілі уақыт қана белгілеп береді. Өнен кейін әзіргі айтыстарда ресми әділ қазылар отырып бағалап нөмір қояды ғой. Енді ол кезде нөмір қою да жоқ. Бағаламайды. Бағалау да жоқ ол кезде. Сен пәлен айттың, түген айттың демеді ғой. Шықып айтыстырып қана кетті. Бірақ өздері барып ана жақта талқылағанда сұрыптап бірінші майданда айтыстырып қойып берді ғой. Өнен кейін соның бәрін сұрыптағанда ал енді мына айтысымыз біраз сапалы болды. Сонда мынаумен мынаны қайта айтыстырамыз. Шешуші шайқас дейміз ғой енді. Сондай қылып айтыстырғанда барып мені андаспен айтыстырды екеумізді. Шешуші шайқасқа түскен. Алғашқы талданған майдан дейміз енді. Бірінші майданда Шындәулет дегенмен айтыстым, нараттық. Бәлкім білетін болуың мүмкін. Жоқ, мен білмейді екен, соны енді естіп отырмын. Нараттан келген екен, Күнес ауданының ақыны. Сонда ол кезде сіздердің айтыстарыңызда бір тақырып белгілеп, немесе алдын ала дайындалып, кіммен айтысатындарыңызды алдын ала біліп аласыздар ма? Жоқ, білмейміз. Мысалы енді қазір көптеген айтыста сол майданның өзінде шақырады, пәлен мен пәлен айтысасың. Жеребе тартады да. Дейді майданға алып келеді. Сонымен айтыстырады. Жаттап алу, алдын ала дайындалу. Ондай дайындық жоқ. Сол майданда айтысыз. Ал енді әзіргі айтыстарда алдын ала ұқтырып, өнен қойын алып бір кіммен кімнің айтысы? Чекті аттырып айтыстырып жатыр әзір. Оқшамайды. Ол чектің ішінде де кімнің аты екенін алдын ала соны жоспарлар кейбір
Onu da bilemiz енді кейбір жерлерде солай болғанын енді көрдік та шет жағасын. Сонда әзір енді сөйтіп айтыстырып жатыр енді. Кейін біз 90 жылдан 92 жылға дейін 2 жыл қатынастым. Өнен кейін 92 жылдан кейін мен жасым ұлғайды болды. Қатынаспадық сахнадан. Бірақ енді андай айтыстарға шақырады. Адылғазы ақсақал болып кейде отырып береміз. Кейде соныменен қатынаспаған жағдайларымыз бар енді. Жоқ, қайта сол жерде енді ақсақал болып сол айтыстың басы қасында отырғандарыңыз өзі үлкен дүние ғой енді. Енді сол жерде ақсақал болып басы қасында отырғандарыңыздың өзі үлкен мәртебе ғой енді ол. Қалған жас ақындарға шабыт береді деген сияқты енді. Сонда демек ол жақта енді ақында сіздер сияқты ақындар айтысында әзір аз да болса көңілі бөліп жатыр ғой енді, назар салып. Енді ондайларға аса неме етпедік енді. Мен әзір кейбір сөзді салып ұға алмай. Енді сонда жаңағы жинақтарыңыз сонда Нұлқа аудандық мәдениет басқармасы тарапынан дайындалып жатыр ғой? Жоқ, мәдениет мекемесі енді үкімет рұқсат қылып отыр бұған әзір. Мына қарт ақындар өздері қаржы шығару арқылы жиылып, селбесіп, топтасып, кітап қылып шығармақшы ғой. Сонда қарт ақындар бұрынғы қайтыс болып кеткен адамдарға дейін. Сонда әзіргі сол Нұлқа көлеміндегі қарт ақындардан қалған тірісінің ең ақсақалы менің алдымда бір адам бар, онан кейін мен осы екі адам ғана қалдым. Кім бар әзір? Кім бар? Қалған әзір Ыдырыс деген адам бар. Ыдырыс. Мен бар, осы екі адам бармыз. Басқасы енді бүтін жас 50-ден төмендейміз ғой басқасы. Біз енді міне 80-нің есігін ашқан тұрмыз. Алла бұйырса 78-ден 79-ға шығамыз. Әкеңде сондай болды ма сонда? Жоқ, әкем ол кісі 44, биыл 81-де болар еді. Биыл 81-де болар еді егер тірі болғанда. 81 болса қарайлас екенбіз, тоғыз. Ол кісі 78 жасында кетіп қалды. Ойлаған менен сәл қалқынды ма екен деп ойлағанмын. Ол кісі кейін ана жақта біраз ауырып қалды, осы жерге келді, 2015 осында қайтыс болды. Бұл жаққа қай жылдар келді әкең? Ол кісі 2005-тен бері келіп жүр осы жаққа. Мен 2005 келдім, содан кейін кетіп жүрді осы жаққа. Қай жылы қайтыс болды? 2015 жылы. 2015 қайтыс болған екен, тоғыз. Ол кісі ана немен шибайыңмен ауырды. Ол қызық жер келіп отырды, сол құрбан айт болды 2015 9 айдың 19. Сол құрбан айтты өткізіп тастап, сонымен қайтам деп отырған. Сап-сау болады. Алдында қай селсің, сүйегің қай сел? Біз Солтан келдіміз ғой. Малтабар шәкіріміз. Солтан келді болсаң, Құдайназардың қара шаңырағымыз біз. Бөтендігіміз жоқ, үшетімнің ұрпағы екенбіз. Біз жолын бетпіз. Енді кім дәкеңді айтқан шығар, осы 2-3 жыл болды. Бабамыздың басын көтеріп ескерткішін қойып, орнын тұрақтандырып Құдайназар бабамыздың. Ол кезде сен қай елсің деп бірімізді біріміз сұрайтын дәуір емес. Онда сұрамаптық. Мына баладан сұрадым ғой, енді араласып тұрмын деді біздің енді. Қолымызда өскен бала еді. Ой, Солтан келді болады деді, болды. Онда бөтендігіміз жоқ екен. Бір адамның ұрпағы екенбіз жиік бүгінде. Бір адамның ұрпағы онда Құдайназардың қара шаңырағы біз. Біз ана Солтан келді Малтабар. Құдайназардың енді кенжесі ғой Солтан келді. Одан Шәкілге қалды ғой, Малтабар Шәкілге. Тоғра. Біз Шәкілден кейін біздің ақсақалдар 80 жылдары бір ақылдасып, кеңесіп ақыры қара шаңырақ бізге берілген. Сонымен келгеннен бергі жасаған үлкен шаруамыз сол Құдайназар бабамыздың жатқан жерін тауып, оған ескерткіш қойдырып, осы өкімет тарапынан. Солтан келдінің қайсысың? Шәкіліміз. Шәкілі? Кенжесі, 10 жыл. Тоғра. Негізгі мекендерің мына Аралтөбе бола ма? Кеңсу. Кеңсу? Тоғра, Аралтөбе, Кеңсу. Ондай болса енді о жақтағы ел жұртқа сәлем айтыңыз. О жақтағы ел жұртқа сәлем айтыңыз. Аман есен болайық. Тоғра, айтқаның кешін. Дәулетбекпен айтысы бар, Әбдішкүлмен айтысы бар, Әлқыдырмен айтысы бар деген сияқты айтыстар мына жерде бар. Ал егер алып кете алам десеңіз, осы көптен біреуін алып кетіңіз. Енді әзір сол мына біздің мұқаратып айтқанда бекер дүние жоқ. Әлқыдырдың айтысын біздің ұлтқа қажеттісі Әлқыдырдың айтысы. Әлқыдырдың кейбір айтыстарын енді ұрпақтар, балалар таба алмай жүргендер бар. Енді ұрпақтар хабарлассын менімен. Сонда енді мына айтысты бересің ғой маған. Бұны тегін бермеймін мен. Бұл әр нәрсенің өзінің құны бар. Жоқ, мен бір пайда табайын деген жоқ. Әр нәрсенің өзінің құны бар, тегін бермеймін. Тура, оның да ғой, дұрыс қой ол. Сіз алсаңыз осы кітапты. Қайда ба соғыс қой, қағаз құнын аласың.
апара аласыз ғой. Ha. Алып өте беріңіз мынаны, ешқандай кедергі жоқ. Мына бәрі мемлекеттің тапсырысымен бәрімен шыққан кітап бұл. Мына жерде. Иә, ол шекарадан өткіземін, әйтепедем дегенде. Сонда біз ана біз айтысты алсақ, сол менің айтысым бар кітабыңды берсең. Иә. Айтыс емес, осы 3 кітапты бірақ берейін сізге. Осы 3 кітабын анда соңыра. 3 кітапты бірақ. Иә, ел жұрт көрсін, түсінсін. Білсін дегенім ғой, апарың. Алып кете аласыз ғой. Алып кете аласыз ғой. Алып кете аламыз ғой. Алып кете аласыз, бір кітап не жоқ. Былтыр ана Тұрсынбек деген көркем жазатын кісі барген, соның несін жаздық. Иә, анда сурет. Мынау ғой міне. Иә, осы суретті маған жіберіп бересің. Осы ресімдері бар ма өзіңде? Жоқ, мынау кейін біреу жіберді, қайда екен, бір жерге қойған. Дәлелқаға жіберсеңіз, Дәлелқа маған жіберіп береді осы сурет. Енді тағы бір кітап шығарамын, естеліктер жинап. Тура. Осы суреттерді береміз. Мынау міне сол Андастың. Мынау Андас, мынау Тоғызтыраулық Кәкен Ажихан деген. Мынау Налқалық Әлқыдыр деген адам. Иә, Әлқыдыр. Осы үшеуі міне. Андастың үшеуі де әріптесі. Ал енді Қасен аға, ел жұртқа келгеніңізге қуаныштымыз. Бұдан кейін өсіп келе беріңіздер. Ел жұрттың берекесін асыра беріңіздер. Бүгін сізбен өте жақсы дүние болды деп есептеймін. Өйткені біз тарихтың бір парағын аштық. Тура. Ұрпақтарға дәлелденбей жүрген ақиқатты дәлелдеп көрсеттік. Енді сол өзіңіздің әріптесіңіз, менің әкем, Анда Сомырақын 3 томдық еңбегі. Енді осы 3 томдық еңбегін өзіңізге. Қымбатты тыңдармандар, сіздер енді жоғарыда біздің Қасен Ақсақалмен болған сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бұл сұхбатта 1974 жылғы тарихи оқиға туралы баяндалғанда естідіңіздер. Енді қазіргі күнде біз енді Анда Сомырақынның өзіміздің Қандас газет сайтында бірнеше айтыстарын жарияладық. Бұл 74, 1975, 76, 77, 78 жылдары сол Қытай қазақтар ортасында болған айтыстар. Онда Іле, Алтай, Тарбағатай ақындарының болған айтыстары берілді. Қысқасы, бұл айтыстар не деген кезде қазіргі күнде сақталып қалған айтыстардың бір түрі болып саналады. Өйткені сіздер бағана жоғарыдағы сұхбатта Қасен Ақсақал айтып кетті. Қазір олар өздерінің кезіндегі 70 жылдарда айтысқан айтыс өлеңдерін таба алмай жатқандығы туралы. Ал енді сол айтыстардың бәрі қазір Анда Сомырақынның өз айтыстары толық сақталған және жинақталған. Бұл 2022 жылы шыққан Анда Сомырақын тарих талғарында дода және де жылдар іздеген мына кітаптарда сол айтыстар берілді. Қазір оны сайттарға беріп отырмыз. Бұл әулеттің басқалардан тағы бір ерекше тұсы, ата-бабаларынан қалған жазбалар мен құжаттарды шашау шығармай сақтау, архивке айналдыру. Отбасының көпшілікке көрсете бермей, көздің қарашығындай сақтап отырғаны Шағатай тілінде жазылған 5 беттік қолжазба. Омар ақын Жансарбайұлының құжаттары мен Андас Омар ақынның өлең жырлары, ел аузынан жиналған аңыз әңгіме, ертегі, хисса дастандардың қағазға түсірілген түп нұсқалары да бар. Әкеміз енді жазушы болды, тарихшы болды, өзі 17 еңбек жазды Қытайда жүрсе де. Сол еңбектермен қатар ол кісінің көптеген қолжазбалары қалды. Өлеңдері, баспа бетін көрмеген дүниелері, жинаған дүниелері. Бұл кісі ана көне тарихи материалдар дегенде жазып жүрген кезде көптеген айтыс ақындары көне мұраларды, халықтың қазынасын көптеп жинады ғой. Сол жинаған мұралардың бәрі қазірге шейін сақталып қалды. Тағы да көптеген бағана айтқан атамыздың сақтаған мұраларын сақтап қалды. Әкемнің жас күнінде жазған дүниелерде өртеліп кетті. Біздің әзір қолымыздағы енді бар дүние 1930 ең арғы қолжазба 1930 жылдан бері қарайғы қолжазбалар бар. Андас Омар ақын атамыз суырып салма айтыскер, жазба ақын және тарихшы болған. Биыл ұлы қажет Андастың бастамасымен ақынның тарих талғарында дода жылдар ізі атты 3 томдық еңбегінің тұсауы кесілді. Енді қолымызда тағы да көптеген мұралар тұр, қолжазбалар. Енді бұны қазір реттеу үстіндеміз. Енді арғы тағы да бұл бірнеше кітап болады деген дүние. Енді бұл мына жерде бағана шыққан 3 кітапта, енді жасап жатқан кітаптарымыз бәрі не дегенде бұл қолжазбалардан. Ал енді ол кісінің шыққан кітаптары, мына кітаптар енді кезінде Қытайда шыққан бұл кітап болып шыққан жерде. Енді бұларды әрі қайтарып, қотарып, қайтадан кітап құрастыру елдің егіне жұмыс ол алдыда атқарылады. Туыстардың ішінде елімізге ең бірінші болып ұлдың үлкені осы қажет Андас келді. Артынша іні қарындастарын көшіріп алды. Ол журналистика мамандығын меңгерген. Бүгінде бір ғасырлық тарихы бар Жетісу газетінің белді қызметкері.
тарихи ғылыми публицистикалық және көркем әдеби шығармалары топтастырылған 20 кітаптың авторы. Өз ісінің үздігі бола білген Қажет Андас бүгінде әулетінің мақтанышы, әрі ата-баба мұраларын сақтап қана қоймай, оны архивке тапсырып, кейінгіге үзілмей жетуіне мұрындық болып жүр. Талдықорған мемлекеттік архивінде біздің Жетісу облысы мен Талдықорған қаласының атақты қызметкерлердің құжаттары бізде сақталуда. Соның ішінде 22 жылы биыл атақты ақын, тарихшы, жазушы Қажет Андаспен, тоже тарихшы, ақын, айтыс өнеріне өте зор өзінің үлесін қосқан Омар Ақынұлы Андастың құжаттарымен біздің толықтырылды. Біз сол үшін сақтаймыз, елге көрсету үшін, мақтану үшін, біздің қазағымыз ары қарай дамысын, ары қарай өзіміздің қазағымыздың мықтылығын несін көрсету үшін. Бір мемлекеттің қуаттылығы тек қана ол экономикамен өлшенбейді. Тағы да ол мәдениетпен өлшенеді. Ол өзінің тарихымен өлшенеді. Тарих деген архивтегі тарих. Мысалы мен 1000 дана қазір енді құнды құжат өткізсем архивке, Қазақстанның архиві 1000 данамен көбейді деген сөз. Бұл Қазақстанның, осы елдің үлесі ол. Міне осылай енді біз ширек ғасырдың алдындағы бір тарихты аз да болса өзіміз төгенегіне болдық. Бұйырса әлі біз басында айттық, біз осы қазақша сұхбатта өзіміздің ауылдың қарапайым ақсақалдар мен алтын құрсақты әжелеріміздің ақыл парасатын таспалауды мақсат еттік деп. Бұйырса алдағы уақытта сіздің ауылдағы сондай ақсақалдар мен әжелерімізбен де жүздесетін боламыз. Олардың айтқан асыл әңгімелерін, ғази жүрекпенен шеткен сырларын сіздерге жеткізіп отыратын боламыз. Егер біздің әзір енді кемшілігіміз жоқ деп айта алмаймыз. Солай болса да енді бізді қолдап, комментарий жазыңыздар, немесе бізге жазылыңыздар. Соны үміт етеміз. Келесі шығарылымды асыға күтеді деп ойлаймыз.